Саламатсыздар ма оқушылар? 4-ші тоқсанға арналған алгебралық бөлшектер бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Оқушылар, осының алдындағы сабағымда бірінші нұсқасын түсіндірген болатынмын. Бұл екінші нұсқасы. Бірінші тапсырмада бөлшекті қысқартыңыз делінген. Бөлшекті қысқарту үшін оқушылар дәл осы күйінде қосу амалы немесе азайту амалдары тұратын болса, ешқандай да қысқарта алмаймыз. Тек қана көбейтіліп тұрған кезде ғана қысқарта аламыз. Енді ол үшін ортақ бөлімді жақшаның алдына шығарамыз, яғни ортақ көбейткішті жақшаның алдына шығарамыз. Екеуінде де а квадрат бар, а квадратты жақшаның алдына шығаратын болсақ, сонда 1 қосылған 5а қалады. Мұнда а квадратпен қысқаратындай етіп, а квадрат көбейтілген а деп алсақ болады, а кубты. Сонда а квадрат пен а квадрат қысқарады да, бізде мынандай өрнек қалады. А-дан 1 қосылған 5а қалады. Оқушылар, мұнда тұрған а мен аны қысқарта алмаймыз, өйткені мұнда қосу амалы тұр, мінекей осылай қалады. Келесі б-сында дәл осы тұрған күйі 9 бен 9-ды қысқарта алмаймыз. Көбейтіліп тұратындай етіп ықшамдап алайық. 3х қосылған 9, екеуінде де 3 деген сан бар. Жақшаның алдына шығаратын болсақ, х қосылған 3 болады. х квадрат минус 9-ды х квадрат минус 3 квадрат деп алып, х минус 3, х плюс 3 деп алсақ болады. Енді оқушылар көбейтіліп тұр, өздерін көріп тұрғандай, мына өрнек толығымен х плюс 3 пен қысқарады. Сонда х минус 3 алымында 3 қалады. Келесі тапсырмада оқушылар амалды орындаңыз дейді. 2 амал берілген екен. Бірінші амалда х-тен 2 қосылған х плюс 1 алымында 3х минус 2 ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі х қосылған 1 болады. Енді осы бөлшектің бөлімін екеуіне жеке-жеке бөліп толықтауыш көбейткіштен табамыз. Х көбейтілген х қосылған 1-ді мұнда бөлетін болсақ, х қосылған 1 болады, мұнда х болады. Енді көбейтеміз, х-ті көбейтеміз 2-ге 2х, 1-ді көбейтеміз 2-ге 2 болады. Мұнда х-ті көбейтеміз 3х-ге 3х квадрат болады. Х-ті көбейтеміз минус 2-ге минус 2х болады. 2х пен минус 2х толығымен қысқарады. Сонда бізде 3х квадрат қосылған 2 қалады, ал бөлімінде х плюс 1 қалады. Келесі б-сында ортақ бөлімге келтіреміз. Ол үшін х квадрат минус 9-ды х квадрат минус 3 квадрат деп алып, х минус 3, х плюс 3 деп аламыз. Мұнда х плюс 3 деп алайық. Ешқандай өзгермейді, формулаға кеп тұрған жоқ. Енді ортақ бөлімін аламыз. Ортақ бөлімі х минус 3, х плюс 3 болады. Мұнда 1 береміз. Мұнда х минус 3-ті береміз. Сонда х, мына 1-ді көбейтеміз х-ге х болады. Х-ті көбейтеміз минус 3-ге минус 3х болады. Минус 3-ті минус 3-ге көбейтсек плюс 9 болады. Х минус 3, х плюс 3 бөлімі өзгермейді. Алымын ықшамдап алайық. Алымы 9, х пен минус 3х екеуі минус 2х болады. Келесі тапсырмада, үшінші тапсырмада өрнектің мәнін табыңыз дейді. Ең алдымен өрнекті ықшамдап аламыз, сонан соң х орнына 2-ні қойып, өрнектің мәнін табамыз. Оқушылар, ең алдымен бірінші өрнекті осылай жазып аламыз. Егерде формулаға келсе, формулаға келтіріп түрлендіріп алайық. Х квадрат минус 16-ны х квадрат минус 4-тің квадраты деп алып, х минус 4, х плюс 4 деп алсақ болады.
алымы x квадрат минус 8x плюс 16 деген формула келіп тұр, иә? А минус b-ның квадраты а квадрат минус 2ab плюс b-ның квадраты деген формула келіп тұр. Сонда x квадрат плюс 4-дің квадраты болып тұр. Сонда x минус 4-дің квадраты болады. Қысқаша көбейту формуласына келетін болса, мейлінше келтіріп аламыз. Көбейту деп алып, мына бөлшектің алым мен бөлімінің орнын алмастырып жазамыз. X квадрат минус 4x бөліміне түседі. Бірдесін жазып кетейік. Ортақ көбейткіш жақсының сыртынан шығарамыз. Екеуінде де x бар. Жақшаның ішінде x минус 4 қалады. 4x плюс 16-ны алымына шығарамыз. Екеуінің ішінде 4 бар. 4-ті шығаратын болсақ, x плюс 4 болады. Енді оқушылар барынша қысқартайық. X плюс 4 пен x плюс 4 толығымен қысқарады. Мұнда x минус 4-тен екеу, мұнда да екеу екен. Мұна толығымен, яғни мұнау бізде x минус 4 пен қысқарады. Сонда бізде 4 бөлінген x қалады. Оқушылар x тең 2 деп аламыз да. Енді осыдан x-ның 2-ні қойып шығарамыз, 4 бөлінген 2 тең болады 2-ге. Сонда жауабы өрнектің мәні 2-ге тең болады екен. Соңғы тапсырма, 4-ші тапсырмада b-дан a тең 2 екені белгілі болса, өрнектің мәнін табыңыз дейді. 2b қосылған a бөлімінде 2a. b-дан a тең болады 2-ге. Бұны біз 2 бөлінген 1 деп алсақ болады. Егер b-дан a 2 тең болатын болса, a-дан b-ны жазып қойсақ шына жерге, a-дан b бізде 2-ден 1 болады. Яғни керісіншесі болып тұр ғой. b-дан a 1-ден 2-ге тең, a-дан b 2-ден 1-ге тең. Енді берілген өрнектің өзін жазып аламыз. Берілгені бойынша 2a 2b қосылған a. Енді оқушылар, бізде b-дан a деген өрнек жоқ. Түрлендіріп аламыз. Былай алсақ болады. 2a ортақ бөлім 2a деп аламыз. Мұнда да 2a деп аламыз да. Мұнда плюс деген амал тұр ғой. Плюс қойып аламыз да. Мына екеуін 2 жаққа 2 бөлшекке шашамыз. 2b қосылған a деп алсақ болады. Енді мұндағы мына 2 мен мына 2 қысқарады. Сонда бізде a-дан b қалады. Ал мұнда a мен a екеуі қысқарады. Сонда мұнда 2-ден 1 қалады. Енді a-дан b бізде жаңа 2-ден 1-ге тең болды. 2-ден 1 қосылған 2-ден 1 ортақ бөлімі кеп тұр. 2 болып тұр екен ортақ бөлімі. 2 деп аламыз да. Мұнда 1, мұнда 1 береміз. 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады. 2-ні 2-ге бөлетін болсақ 1 болады. Сонда оқушылар жауабы 1-ге тең болады. Оқушылар, бүгін сабағым осымен аяқталды. Түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұраңдар. Менің каналыма жазылып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.